Қас қарайып барады. Ауылдың шетіндегі үйге қырманнан келе жатқан Жамал отты жағып үйдің ішін жарық қылады. Қара көз, қара торы Жамалдың бетіне оттың қызуымен қан жүгіріп құлпырып кеткенде Жамал шәугімге су толтырып отқа шай қойды. Жамал шай таппай үйіндегі сасық жапырақтан шай қайнатып ішеді. Күн ұясына барыпты. Күйеуі Өтегенге әлі оралған жоқ. Жамал күйеуін күте-күте шаршап жерге екпетінен қисая кетті. Жамал кішкентайынан жетімдік пен өмір қиындығын көріп, әке-шешесінен ерте айырылған. Аталас туысы Қайралаптың қолында өседі. Қайралап өте пасық, сұмырай адам еді. 13 жасар Жамалды қатын өлген бір шалға бесірі қара малға айырбастап жібереді. Шал Жамалмен отау құрады. Бірақ ол отау ұзаққа бармайды. 2 жыл өткен соң шал сүзектен өліп кетеді. Жамал 1 жыл бойы қара жамылып үйде отырады. Күн көру үшін уақыт өте келе жұмыс іздеп Көкталға келеді. Жамал Көкталға қырманға жұмысқа тұрады. Сонда жұмыс жасап жүріп Өтегенмен кездеседі. Екеуі бірін-бірі ұнатып, шаңырақ көтереміз деп шешеді. Екеуі Жамалдың жинаған ақшасына Өтегеннің туған жері Жылыбұлаққа қоныс аударып отау құрады. Уақыт өте келе Жамалдың аяғы ауыр екенін біледі. Екеуі бірлесіп күн көріп, қолдарынан келгенше бақытты өмір сүреді. Алайда Өтегеннің ішкі есебі Жамалдың отбасын бақытты қыламын деген күш қайратты оларға біраз қиындық әкеледі. Ары қарай не болды? Не себептен Өтеген өзгерді? Қиындықтарды басынан кешірген Жамал бақытқа қалай қол жеткізді? Осы және басқа да сансыз сауалдарға Ілияс Жансүгіровтің Бақытты Жамал әңгімесін оқу арқылы ғана жауап таба аласыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.